Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Здравствуйте, дети! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тұңғыш ғалым. Тема урока – первый ученый. Жаңа сөздер, новые слова. Оқушылар, менімен бірге қайталаймыз. Тұңғыш, тұңғыш, первый. Ғалым, ғалым, ученый. Зерттеу, зерттеу, исследовать. Білімді, білімді, образованный. Мен зерттеу жасаймын. Сен зерттеу жасайсың. Сіз зерттеу жасайсыз. Ол зерттеу жасайды. Балалар, жаңа сөздерді дәптерлерімізге жазып аламыз. Балалар, суретке мұқият қарайық. Суретте қазақтың тұңғыш ғалымы Шоқан Уәлихановтың суреті бейнеленген. Балалар, қарамен жазылған сөздерді менімен бірге қайталаймыз. Тұңғыш ғалым, зерттеу жасау, дарынды зерттеуші, білімді зерттеуші. Балалар, бүгінгі сабақта Шоқан Уәлиханов туралы айтатын боламыз. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңда, сұрақтарға жауап бер. Балалар, мәтінді мұқият тыңдаймыз және мәтін бойынша берілген сұрақтарға жауап береміз. Бала Шоқан әдепті, ақылды бала болды. Мальчик Шоқан был воспитанный и умным ребенком. Ол Ресейдің кадет корпусында оқыды. Он учился в Российском кадетском корпусе. Оқып жүрген кезінен ақ ол халық жырлары мен аңыз әңгімелерін жинады. Саяхатшылардың өмірі мен еңбектерді қызығушылықпен оқыды. Во время учебы он собирал народные песни и легенды и с интересом читал произведения о жизни и творчестве путешественников. Балалар, мәтінді түсінсек, енді мәтін бойынша берілген сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ. Бала Шоқан қандай болды? Ол қайда оқыды? Шоқан нені сүйетін? Кейін Шоқан Уәлиханов қандай адам болды? Оқушылар, берілген сұрақтарға жауап беріңіздер. Үшінші тапсырма. Мәтінді оқы. Читайте текст. Шоқан ұстаздарынан көп білім алды. Олардан зерттеу жасауды үйренді. Ұстаздары да Шоқанды дарынды, білімді бала ретінде бағалады. Шоқанның досы көп болды. Төртінші тапсырма. Балалар, жазылым письменні. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жаз. Вместо многоточек пишите нужные слова. Шоқан қазақтың. Ары қарай сөйлемді жалғастыруымыз керек. Керекті сөздер, нужные слова. Білімді, Ресейде, тұңғыш ғалымы, зерттеу жасауды. Например, мысалы, Шоқан қазақтың тұңғыш ғалымы. Дәл осылай қалған сөйлемдерді де дәптерімізге жазамыз. Бүгінгі тақырыпты түсінді деп ойлаймын. Сау болыңыздар.